Жолдардың мерзімін ұзарту, сапасын арттыру бағытында ғылыми ізденістер бар ма? Неге біздің жолдар 1-2 жылдың ішінде қайта жөндеуге талап етеді? Әсем, сұрағыңызға рахмет. Жалпы республикалық маңызды жолдар бойынша сізге жауап берейін. Ұзартылығы құрылыс және ремонт жұмыстарына байланысты. Егер орташа жөндеме немесе ағымдағы жөндеме жұмысы атқарылса, онда қазіргі таңда 2 жыл, бірақ осы жылдан бастап, міне наурыз айынан бастап 5 жылға ұзартылып жатырмыз оны. Егер күрделі жөндеу және құрылыс жұмыстары атқарылса, әрбір нысанда, онда 5 жыл-7 жылға ұзартамыз оны. Сондай жұмыстармен айналысамыз. Ал басқа қандай төңіректе қандай шешім, ол біз жауап бере алмаймыз, тек қана Қазавтожолды сонда ұстану бізге. Қандай ізденістер бар сіздерде осы жолдың мерзімін ұзарту үшін? Ізденістер бойынша біз бұл жылдардың уақытын кепілін ұзарту үшін біз арнайы материалдарды ауыстырамыз. Мысалы, егер бұрын қарапайым битум болса, біз қазір полимер битум пайдаланамыз. Әрине, содан кейін полимер асфальты битум пайдаланамыз, содан шығама. Содан бір слой асфальт үшін 2 слой асфальт есепке аламыз. Сол бәрін есептегенде біз кепіл уақытын ұзартамыз.